Онда бастай берсек, жалпы бүгінгі маған берілген тақырып Алихан Бөкейханның кейінгі жылдары табылған фотосуреттер деп аталады. Жалпы Алекеңнің мына алаш көсемі Алихан Бөкейхановтың біздің вақытымызға жеткен бірнеше фотолары бар. Белгілі фотолары бар, бірақ кейінгі жылдары, осы кейінгі 5 жылдың көлемінде Алиханның бірнеше фотолары Ресейдің архивтерінен, басқа да қорларынан табылып, осы ғылыми айналымға еніп жатыр. Мен негізінен сол фотосуреттер туралы айтқым келеді. Ол үшін жаңа презентацияны қосып берсеңіз. Жаңа бірінші суретке қоя берсеңіз болады. Жалпы қазір жалпы алаш көсемі Алихан Бөкейханның кейінгі жылдардың Ресейдің әртүрлі архив қорларынан бірнеше жаңа фотосуреттері табылды. Соның алғашқылары осыдан 5 жыл бұрын Карл Булладың архивінен табылған болатын. Бұл Карл Булла деген революцияға дейінгі жылдары сол кездегі ел астанасы Петерборда өткен үлкен бір фотограф болған. Оны орыстар ресейлік фоторепортаждың атасы деп санайды. Сол уақытта Петерборда, сол Ресейдің барлық көптеген аймақтарында өткен ең ірі деген шараларды осы Карл Булла суретке тартып отқан. Оның Петербордағы алғашқы жеке ательесі 1875 жылы ашылған болатын. 1897 жылдан бастап суреттері Нева журналына жариялай бастады. Осы Карл Булла көптеген тарихи тұлғаларды суретке тартты. Оның ішінде мына Корней Чуковский, Илья Репин, Лев Толстой секілді орыстардың белгілі тұлғалармен қатар біздің Алихан Бөкейхан, Қажымұқан Мұңайтпасұлы, басқа да сол секілді біздің ұлы тұлғалардың суреттерін осы Карл Булла суретке тартқан болатын. Булланың архивінен осы Алихан Бөкейханға қатысты көптеген 5 жылдың алдында көптеген суреттер табылды. Әсіресе сол суреттер мына Алиханның бірінші дума депутаты болып жүрген кезінде түсірілген суреттер болатын. Өздеріңіз білесіздер, Алиханның бұл депутаттық мандаты ұзаққа созылмады. 1906 жылдың 8 қаңтарында Дала өлкесі генерал-губернаторлығына негізсіз жарлығымен бұл кісі тұтқындалды, одан омбыға кетті. Сөйтіп бас-аяғы 4-5 айдай ол түрмеде болды. Түрмеден шығып енді Петерборға жете бергенде патша үкіметімен дума таратылған болатын. Бұл думаның таратылуы сол кезде заңсыз болды. Оған думаның бірнеше депутаттары наразы болды, қарсылық танытты. Сөйтіп ол депутаттар Финляндияның Тереоки деген мекеніне жиналған болатын. Сол наразылық танытқан экс-депутаттардың арасында біздің Алихан Бөкейхан да болды. Олар халықты жаңа патшаның бұйрығына бағынбауға шақырды. Сөйтіп сол жерде үлкен бір құжат, Выборг үндеуі деген құжатқа қол қойды. Сол Тереокиде өткен тарихи сәтті жаңағы экс-депутаттардың жиналып қарсылық танытқанын осы Карл Булла бастан аяқ суретке түсірілген болатын. Осы сурет бұған дейін баспа бетінде жариялана қоймаған. Осы суретті біз Карл Булланың архивінен тапқан болатынбыз. Жаңа алдарыңызда тұрған осы Тереокиға жиналған депутаттардың бірлесіп түскен суреті болатын. Екінші бетке өтсеңіз болады. Бұл да осы Выборг үндеуі жарияланған кезде түскен сурет. Бұл Алихан осы кезде жаңағы үндеу жарияланған газетті қолына қысып тұр. Бұл суреттер сол кездегі Искра журналының 1906 жылдың 30 маусымдағы 30 шанында жарияланды. Алиханның бейнелерін, басқа да экс-депутаттардың бейнелерін сол жерден көруге болады. Келесі суретке өтсеңіз болады. Осы журналдың 389 бетінде экс-депутаттардың бағыттың ішінде жиналыс құрып жатқан суреттер бейнеленген. Осы суретте орындыққа жайғасып, қырынан қараған күйі терең ойға шомып отқан біздің Алихан, сол кездегі тұлғамыз Алихан болатын.
ары қарай өте берсеңіз болады. Әлиханның көріп тұрсыздар, алдында отырған Әлекең. Осы жаңағы жоғарыда атап өткен суретке байланысты нақтылау үшін Сұлтанхан Аққұлына Әлихан танушы ғалым сол кісіге хабарласқан болатынбыз. Ол кісі қысқаша мәлімдеме берді. Әлихан Думаның күштеп таратылуына наразы болып, Выборг қаласы іргесіндегі Тереоке мекенінде 200 депутатпен бірге Выборг үндеуіне Сәлімгерей Жантөрин екеуі қол қойды. Бұл сурет осы Тереоке мекенінде түсірілген деген түсініктеме берді. Ал мына алдарыңыздағы суретте Әлихан дастархан басында отыр. Выборг үндеуіне қол қойғаннан кейін осы экс-депутаттар осы тарихи сәтті атап өткен болатын. Бұл депутаттардың барлығы да сол кездегі билікке наразы топ болды. Олар патшаның әділетсіздігіне наразы болды, тақтан тайдыруға тырысты. Бірақ өкінішке қарай олардың бұл наразылығы ұзаққа созылмады, бәрі де қатаң жарияланды, қатаң жазаланды. Мысалы, Әлиханды сол кезде 3 ай түрмеге кесті. Жаңа үндеуге қол қойған үшін басқа депутаттар сияқты оларды жан-жаққа түрмеге қамады. Әлиханды сол кездегі Семей түрмесіне қамады. Содан кейін оның депутат болып қайта сайлануына тыйым салды. Соның кесірінен Әлихан келесі 2-ші, 3-ші думаға депутат болып сайлана алмады. Тіпті ол кісінің газет журнал шығаруына да шектеу қойды. Соның кесірінен Әлихан мысалы Иртыш, Омич, Полстепи деген сияқты омбыда істеп жүрген кезде шығарған газеттеріне редактор ретінде қол қоя алмай, басқа орыс кісілердің есімін көрсетуге мәжбүр болды. Ол айтып отқан суреттердің барлығы осы Карл Булланың архивінен табылған суреттер. Ол кісі осы суреттердің арнайы серия дайындап архивке өткізген болатын. Бүгінде осы суреттердің түпнұсқасын Санкт-Петербургтағы орталық мемлекеттік кинофотоқұжаттар архивінен табуға болады. Сол жерде сақталып тұр. Енді келесі суретке өтсеңіз болады. Бұл алдарыңыздағы суретті Рамазан Әбілдосұлы деген Ресейдің тарихшы ғалым жігіт осы Ресейдің саяси тарихи мемлекеттік музейінен тауыпты. Бұл сурет жаңа Госкаталог архивінен табылған екен. Сұлтанхан Аққұлұлы әлеуметтік желіде жариялап, Әлиханның тағы бір суреті табылды деп осы суретті сүйіншілеген болатын. Бұл суретте де Әлиханды анық байқауға болады. Екінші қатарда оң жақта екінші болып тұрған Әлихан мұртты кісі біздің Әлихан Бөкейханұлы. Сұлтанхан Аққұл бұл суретке қатысты да түсініктеме берді. Фотода 1906 жылдың сәуір-шілдесі аралығында жұмыс істеген мемлекеттік дума құрамында болған Конституциялық демократиялық халық бостандығы, яғни кадет партиясы деп аталады. Сол партияның фракциясының 20 мүшесі бейнеленген. Жаңағы айтып өткеніміздей Әлихан екінші қатарда оңнан солға қарай екінші болып тұр. Бұл фото жаңағы Санкт-Петербургқа барған кезде түсірілген. Жаңағы бұл фотода жаңағы Булланың, сол жоғарыда айтып өттік, Булланың Петербургда ательясы ашылған туралы, сол Булланың фото ательесінде түскен сурет болатын. Сұлтанхан Аққұлы бұл суреттің де жаңағы тарихына қатысты осындай кішкене түсініктеме берді. Айта кететін нәрсе, бұл сурет жалпы Әлиханның кейінгі кезде табылып жатқан суреттері Ресейдің Госкаталог деген порталында, яғни Ресей музей қорының мемлекеттік каталогында сақталған екен. Бұл каталогтан біздің ғалымдарымыз, тарихшыларымыз қазақтың тұлғаларына, басқа да тарихына қатысты көптеген құнды құжаттарды тапты. Госкаталогтан бізде Әлиханның 2 фотосуретін тапқан болатынбыз. Енді соған кезек бере отырайық. Келесі суретке өтсеңіз. Бұл осы Госкаталогтан тапқан алғашқы суретіміз. Бұл Әлиханның жас кездегі фотосуреті. Осы Ресейдің қазіргі заман тарихы мемлекеттік орталық музейінде сақталған екен. Бұл суретте Әлиханның 30-дардағы кезі бейнеленген. Суреттің авторы деп Коркин деген кісіні көрсетілген. Сурет Омбы қаласында түсірілген. Суреттің атауында Бөлеханов, Беляков и Бөкейханов члены Госдумы деген белгі қойылған. Мұндағы жаңағы Беляков дегенді іздеп көрдік. Ол кісі кім екен? Ол кісі Әлиханмен бірге жаңағы жоғарыда атап өткен Степной край деген Омбыдан шыққан газет болған, сол газетте бірге қызмет істеген.
Әлихан Аққұлынан да бұл суретке қатысты түсініктеме сұраған кезде, ол кісі де Әлихан мен жаңағы Алексейдің осы «Степной край» газетінде бірге жұмыс істеген, әріптес болған, дос болғанын атап өтіп, бұл суретті де былайша айтқанда жалпы жұртшылыққа таныстырып сүйініш сұраған. Бірақ ана тек несінде атауында жазғандай, Беляков бұл мемлекеттік думаға депутат болмаған, соған қарағанда бұл атауында қателік кеткен секілді. Мына жердегі Әлиханның жаңағы суретіне түсініктеме бере кететін болсақ, бұл жерде Әлихан жаңағы айтып өткендей «Степной край» газетінде 1896-97 жылдары жұмыс істеп жүрген кезінде түскен. Әлиханның үстіндегі киімге назар аударсаңыз, ол сол кездегі орманданушы ғалым маманның киімі, яғни кетел деп аталады. Ал оның жағасына таққан жаңағы белгі ол губерниялық хатшы дейді, яғни губернский секретарь деген мәртебесі бар екенін белгілейді. Өздеріңіз білетіндей, Әлихан сол орман танушы мамандығын алып шыққан болатын. Бұл суреттен тағы бір нәрсені білуге болады. Бұл сурет сол 1896-97 жылдары түсірілген. Әлихан ол кезде оқуын жаңадан бітіріп, енді газет саласына, саясат саласына араласып жатқан жап-жас кезін осы суреттен көруге болады. Келесі суретке өтсеңіз болады. Міне келесі сурет, бұл да жаңадан табылған сурет. Екінші суретіміз біздің тапқан. Бұл суретте осы «Степной край» газетімен тікелей байланысты табылған жер суреттің Ресей музей қорының мемлекеттік каталогы. Бұл «Степной край» газеті жоғарыда айтқандай жаңа омбыдан шығып тұрды. Бұл суретте осы газеттің редакциясы, яғни газет ұжымы бейнеленген. Осы суретте үшінші қатардан солдан оңға қарай төртінші болып жас Әлихан тұр. Сұлтанхан Аққұлы бұл суретке қатысты, егер Әлиханның «Степной край» газетінде Санкт-Петербург оқуы мен Тобыл экспедициясынан кейін Омбыға оралған 1895-тен 97 жылға дейін қызмет істеген ескерсек, бұл сурет 1895-97 жылдары түсірілген болса керек деп, және бұл жерде Әлихан 29-31 жас аралығында болған деген анықтама берді. Келесіне өтсеңіз болады. Келесі бітіп қапты ғой. Жалпы Әлиханның кейінгі жылдары архивтерден табылған, ғылыми айналымға енгізілген суреттері осындай. Енді алдағы уақытта Әлиханның сол 1886-90 жылдарына Омбы техникалық училищесінде, 1890-94 жылдары Санкт-Петербургтағы жаңа Орман институтында оқыған кездегі суреттерін. Сол секілді өздеріңіз білесіздер, 1916-17 жылдары Әлекең жаңа бірінші дүниежүзілік соғыстағы майданда жүрген қазақ жігіттеріне қамқор болып, Европаның біраз қалаларында болған, атап айтқанда Минск, Киев секілді қалаларда болған. Сол жердегі суреттерін іздеу процесі жүріп жатыр. Егер ол суреттерде табылса, ол Әлиханның жалпы Әлихан тану, алаштану ғылымына қосылған бір үлкен мұра болар деп есептейміз. Жалпы Әлиханның біздің ғылыми айналымға енген кейінгі кездегі суреттері осындай. Оның алдында да Әлиханның жаңағы көптеген жаңа кітаптарға еніп жүрген басқа да суреттер бар. Жаңағы Булла түсірген дума депутаты болып жүрген суреті, және оның Алаш партиясын құрған кезде Алаш арыстарымен бірге түскен суреті, жаңағы Міржақып пен Ахаңмен бірге түскен сурет секілді елге танымал суреттері бар. Бірақ біз кейінгі уақыттағы табылған елге әлі таныла қоймаған суреттері туралы қысқаша атап өттік. Ана уақыт кішкене тығыз дегесін мен тығыз айтып шықтым. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Сауалдарыңыз болса қоя отырсаңыздар болады. Дауысыңыз естілмей жатыр маған. Жалпы сіз осы фото құжаттарды зерттеумен қашаннан бастап байланыстыңыз? Рахмет сауалыңызға. Жалпы 2004-2005 жылдардан бастап осы фото құжаттар зерттеуге деген бір не пайда болды, өзімде бір ықылас пайда болды. Жалпы өзімді айта кетсем, мен журналистпін. Қазіргі таңда Мұнара газетін, Мұнара деген республикалық газет шығарам. Кейінгі жылдары осы менің бағытым осы тарихи, танымдық дүниелер, тарихи тұлғаларды табу, олар туралы деректер беру деген секілді нәрселерге ауып қызыға бастадым. Тек Әлихан емес, көптеген Қажымұқанның суреті, Ахмет Байтұрсынұлының суреті, басқа да
біздің тұлғаларымыздың көптеген бізге белгісі болып келген тек Ресей емес, мысалы Әзербайжан, одан әрі қарай мысалы Европада, Францияда, Германияда сақталған көптеген суреттерді осы ғылыми айналымға енгізуге барынша тырысып келе жатырмын. Ол суреттерді сол тақырыппен айналысып жүрген, мысалы Әлиханға қатысты суреттер табылса, оны Әлихан танушы мысалы Сұлтанхан Аққұлға табыстап, ары қарай тағдырын сол кісілерге беріп дегендей сөйтіп жалғап жүрмін. Жалпы бұл өзімнің жеке былай жеке қызығушылығым. Мен тарихшы емеспін, бірақ осы журналистік зерттеуім осындай тарихи тұлғаларды табуға, солардың бір архивтерде көміліп қалған суреттерін табуға деген бір беталыс пайда болды. Жалпы бұған себеп болған, өздеріңіз білесіздер, мына интернеттің әртүрлі зиянды жағы да бар, зиян жағын көп айтамыз ғой, бірақ пайдалы жағы да бар да. Өйткені қазіргі уақытта әлемде архив қорларын, өздеріңіздің кітапхананың да қорлары бар, барын цифрландыру процесі жүріп жатыр да. Бізде кішкене баяу жүріп жатқанмен, Ресейде, Европа елдерінде бұл цифрландыру процесі өте жақсы дамыды. Ол жерде жаңағы бұрынғыдай архивке барып, рұқсат алып, ол жерде отырып, пәленбай күн жаңағы нені керекті қорды қарап, ақтарып дегендей шаршамай, қазір мына электрондық каталогқа тапсырыс беріп, сол жерден алып, керек болса оны сатып алып, сондай дүниелер қарастырылғанда, бұл суреттердің барлығы осындай электронды қорлар арқылы, жаңа айтып отқан госкаталог деген қор бар, сол қорға электронды түрде тапсырыс беру арқылы, электронды қорларының ішінен сүзіп шығу арқылы табылып жүр. Сондықтан бұл да болса кейінгі уақыттағы осы цифрландырудың, мына біздің бізге қатысты мына құнды құжаттардың, фотосуреттердің, басқа да деректердің осы цифрландыруының бір жемісі деп айтуға болады. Жақсы, рахмет. Жалпы Әлихан Бөкейханның қанша фотосы бар? Сіз қаншасын таптыңыз, соны айта аласыз ба? Жалпы осы уақытқа шейін менің тапқан суретім 7 сурет екен, өткенде есептеп көрсек. Ал жалпы Әлиханның бізге дейін белгілі суреттер 20 шақты суреті бар. Бұл суреттер мына Сұлтанхан Аққұлұлы Әлиханның бір 10 томдық жинағын шығарды. Сол 10 томдық жинақта осы уақытқа дейін белгілі болған Әлихан Бөкейханның суреттерінің бәрі сол көп томдығында Әлекеңнің қамтылды сол суреттер. Бірақ жаңағы айтып отқандай, бұл кісінің бізге белгісіз әлі де суреттер бар. Өйткені жаңа бірінші дүниежүзілік соғыс кезіндегі ол суретке түспеу мүмкін емес та. Ол жерде көптеген суреттер бар. Біз енді соның бір несін ілгегін таба алмай жатқан секілдіміз. Сол секілді жаңа оқып жүрген, училищеде оқып жүрген кезде, институтта оқып жүрген кезде ол міндетті түрде суретке түскен болу керек. Өйткені олай дейтініміз біздің тұлғаларымыздың мысалы өзіміз ойламаған кейбір қызық суреттер шығып жатыр да. Сондықтан Әлиханның да суреттері мысалы шығуы бек мүмкін. Біз Ахмет Байтұрсынұлының кезінде Әзербайжан астанасы Бакуде жаңағы латын қарпіне байланысты үлкен съез өтті ғой. Сол съезге Әлекеңнің қатысты жаңағы Ахмет Байтұрсынұлы қатысқан былай естиміз. Ол кісінің сөйлеген сөзі туралы хабарымыз бар. Бірақ сол кезде фотосуреттер қалды ма екен деген бір қызығушылықпен сол Әзербайжандардың әртүрлі қорларын, архивтерін ақтарып келген кезде көптеген тұлғаларым шыға кетті. Ол жерде Әміре барған екен, Әміре барып съезде ортасында жаңа ән салған екен, Әміренің суреті шықты. Ахаңның сол кездегі айбынды кәдімгі очкимен түскен суреті шықты. Ахаңның айналасында бірге барған осы қазақтың біраз тұлғалары серік болып барған, солардың суреттері шықты. Бізге мына егер іздене берсек, ізденіс көптеген мына көмбені жаңа шығаратынына әлі де көптеген бізге беймәлім дүниелерді табуға болатынына көзіміз жетіп келе жатыр. Жалпы қандай архивтерді ақтару ойыңызда бар, жоспарыңызда бар ма? Осы фотоларды іздеу мақсатында. Жалпы мына Ресейдің архивтерінде көптеген мұраларымыз бар. Олардың жайлап беймәлім суреттердің бәрі мәлім болып келе жатыр. Бірақ біз міндетті түрде жаңағы Ресейге қарап, өзіміздің дүниемізді солардан тауып қуанып сөйтіп жатамыз ғой. Бірақ шындап келген кезде біздің архивтерімізде де, біздің кітапханаларымыздың қорларында да жасырынып жатқан дүниелер бар.
Мысалы, Алматыдағы кинофото құжаттар архивінде көптеген мысалы қызықты тың суреттер жатыр да, барған кезде көрдік. Бірақ өкінішке қарай олар жаңа электронды каталогы салып жаңағыдай көпке жария ете қоймайды, сондықтан біз біле бермейміз да. Менің ойымша, бұл өзіміздегі осындай архив дүниелерін цифрландырып көпке таныта беру керек секілді. Сол секілді жақында мына іргеміздегі Өзбекстан елі Ташкенттегі архивті де бұлар цифрландырды, өз каталогты бұлар да портал ашып қойды. Сол жердегі жаңағы қорлар арқылы іздеген кезде, ол жерде де біздің кезінде Ташкент біздің де астанамыз болды. Ташкент біздің тұлғаларымыздың тәрбиеленген жері ғой. Ол жерде де біздің тұлғаларымызға қатысты деректер көп екен. Бірақ олар тек атауын ғана, қордың, офистің атауын ғана жазған болмаса, суреттерді былай қоймағанда нақты. Егер мүмкіндік болса, осы Ташкенттің архивін ақтарсақ, бізге қатысты көп дүниелер шығатын секілді. Сол секілді мына Францияның, Германияның, Британияның архивтерде олар өте жақсы цифрландырған. Егер тіл білетін болса, осы тақырыптарға қызығушылығы бар адам болса, бұл жақтың архивтерінен де көп мұралар шығатын секілді. Өйткені байқағанымыз біраз суреттер де сол, мысалы, Германияның архивінен мына Бөкей ордасына қатысты көптеген жаңа суреттер табылды. Мысалы, оны түсірген сол кездегі Германияның бір фотографы екенді. Оны біз біле бермейміз ондай. Біздің қазақтың топырағынан жүріп өткен қаншама фотографтар, қаншама саяхатшылар көп болды да, олардың бәрі де осы жерден суретке тартып алып кеткен біздің тұлғаларымызды, біздің қазақтың тарихына қатысты көптеген коллекцияларды жинап алып кеткенде, соның бәрін енді біліп жатырмыз. Осы жерде бар екен, мына жерде бар екен деп. Мысалы, Алтын Орданың хандарына қатысты олардың дулығалары, басқа да құрал саймандары мысалы Британия музейінде тұр да, оны енді біліп жатырмыз. Сол секілді, мысалы, Шәкәрімнің кезіндегі Біржан Салдың суреттерінде мысалы түсіріп алып кеткен, оны мысалы Ресейдің архивтерінде жақында осы тауып, оны да енді біліп жатырмыз. Сол секілді, бұл архивтерде көміліп жатқан дүниелер көп. Мына жас ғалымдар, осы тақырыптарға өзінің тақырыбына қызығушылық білдіріп жүрген жас ғалымдар, егер іздей берсе көп дүниелер әлі де шығады екен. Серікбол, сізден басқа мысалы осы фото құжаттарды жинайтын, жеке фото құжаттарды жинаумен айналысатын ғалымдар бар ма сізден басқа? Мен енді ғалым емес, жаңа тарихшы емес, мен енді өзім жеке қызығушылығым ғой. Бірақ мына Асылхан Әбдірайым деген ағамыз бар. Ол кісі Казгуде осы фото журналистика тарихынан сабақ береді. Фото өнер деген үлкен қоғамдық қор құрған. Осы қор аясында фотографтарды жайлап осы фото тарихын зерттеуге, қазақ фотосының тарихын зерттеуге былай баулып келе жатыр. Алды магистрлық дипломдар, алды докторлық тақырыптар қорғап жатыр да, қазақ фотографиясына байланысты. Шәңгерейдің қазақтың алғашқы фотографтары Шәңгерей дейміз, сосын Әліби Жангелдин дейміз. Осы Шәңгерей, Әлібидің фотографиясына қатысты ғылыми уже мақалалар жазылып жатыр. Шәңгерейдің мысалы тек айтамыз, Шәңгерей алғашқы фотограф деп, оның суреттері туралы бейхабар едік. Кейінгі уақытта Шәңгерейдің түсірген суреттері табылды. Сол секілді Әлібидің де немересінің қорынан Әліби түсірілген суреттер табылды. Бұның бәрі қазақ фотографиясының, былайша айтқанда, тарихының тым әріде жатқан бізге байқатады да. Өйткені Шәңгерей қазақ даласына алғаш алып келген фотографияны сөйтіп суретке түсіре бастаған болатын. Біздің қазақ фотографиясының 100 жылдығы, фотографиясы 100 жылдығы былтыр атап өтті, осындай онлайн конференция түрінде аталып өтті. Сондықтан осы бағыттағы жалпы зерттеушілер бар. Бұл журналистердің арасында да, тарихшылардың арасында да былай осы бағытты алып жүргендер бар, бірақ негізі фотографтардың арасында осындай фотография тарихымен айналысып, жүйелі түрде зерттеп жүрген фотографтар бар. Соның көшбасында Асылхан Әбдірайым ағамыздың өзі тұр деп айтуға болады. Сұрақтарыңыз болса, құрметті әріптестер, сұрақтарыңыз болса, қоя беріңіздер. Серікбол, мен тағы да сұрайын. Жаңа сіз айттыңыз, Ахмет Байтұрсыновтың дедіңіз, Әміре Қашаубаевтың фотосы табылды дедіңіз.
Тағы да алаш қайраткерлерінен кімдердің фотосын таптыңыз? Алаш қайраткерлерінен былай жекелеп іздеп жатқан жоқпыз. Былай бір қайраткерді іздеу арқылы бір суретке кезігіп осылай табылып жатыр да. Бірақ жекелей іздесек табуымыз мүмкін. Қажымұқанның бірнеше суретті таптым мысалы. Ол кісінің де алашқа кішкене қатысы бар кезінде. Алаштың әртүрлі жиындарында ол кісі өнер көрсетіп, былай демеуші болған, халықтың көңілін көтеріп, осы алаш петицияларын, қоянды жәрмеңкесі, басқа да жәрмеңкелерде алаштың идеясын қолдаған кісі ғой. Сол Қажымұқанның біраз суреті табылды. Егер індетіп іздейтін болсақ, көптеген тұлғаларымыз табуға болады, бірақ оған мүмкіндік болмай жатыр да. Біздің саламыз басқа, жұмысымыз басқа дегендей. Бірақ менің ойымша көптеген дүниелерді әлі де табуға болады секілді. Ол үшін жастар қазіргі техниканың тілін білетін, электронды каталогтарды жаңағы таба алатын, іздей алатын мүмкіндігі бар жастар егер осы бағытты қолға алса, онда қазақ руханиятына, қазақтың тарихына, қазақ фотографиясына қатысты көп дүниелер әлі де шығады деген үміттемін. Жалпы сөзім соңында сіздің кітапханаға алғыс білдіргім келеді. Абай кітапханасы өзіме жаныма жақын. Мен бұл кітапханада бірнеше рет болғам. Семейге барған сайын міндетті түрде соғып кетемін. Айқында 5 жылдай қызмет істеген мен Айқын газетінде. Сол жерде де мен осы кітапханаға қатысты көлемді мақала жазған Абай кітапханасына қатысты. Бұл кітапханада да үлкен қор бар, мен білемін. Бұл кітапханада жаңағы Семейдің запискілері бар, қаншама Әлиханның мысалы Абай туралы алғашқы некролог шыққан, жаңағы кімнің Абайдың Мағауия балаларының жаңа бастауыш неде қайырымдылық қорында ақша аударғанына қатысты құжаттар бар. Абайдың бүкіл дүние мүлкіне қатысты құжаттар бар. Егер ғалымдар осындай құжаттардың қай жерде жатқанын біліп, соны тереңірек зерттеп, ғылыми айналымға енгізсе, онда сіздердің кітапханаларыңыздан да көптеген тарихи деректерге қанық алатын даусыз. Сондықтан осындай мүмкіндіктер жаратып жатқан, осындай кітапханашылар қауымның алдында ойымызды айтуға мүмкіндік беріп отқан сіздерге көп рахмет айтамын. Қасиетті Рамазан айында ұстап жатқан оразаларыңыз қабыл болсын. Барлық дұға тілектеріңізді Алла қабыл етсін. Осы кітапхана болып, қаламгерлер болып, журналистер болып, тарихшылар болып, барлығымыз осы қазақ руханиятына қызмет ете берейік дегім келеді. Жақсы, көп рахмет. Мен бір ең соңғы сұрағымды қояйын, уақытымызда болып келе жатқан сияқты. Жалпы архивтерге барғанда қазір бір кедергілер немесе қиындықтар бола ма, кездесе ме? Қазіргі уақытта қиындықтар болып жатыр, пандемияға байланысты. Өйткені ғалым жігіттер, докторлық, магистрлық диссертациясын қорғауға әрекет етіп жүрген жігіттер қазір архивтерде адам шектеулі қылып тастаған екен, 10 адам қылып, мысалы 11-ші қылып кіре алмайтын қылып, уақытын күтетіндей қылып. Бірақ бұл уақытша нәрселер. Осы кезде байқалды да біздегі Қазақстандағы цифрландырудың кемшін екені, баяу екені. Егер цифрландыру бізде сәтті іске асып, бүкіл қорларымыз, кітапханадағы архивтегі қорларымыздың бәрі, егер сол архив кітапхананың электронды каталогында тұрса, онда ғалымдарға да қиын болмайтын еді. Үйінде отырып осылай интернет арқылы бәрін алуға мүмкіндік болатын еді. Бірақ өкінішке қарай олай болмады. Ресейдің басқа да цифрландыруды жолға қойған елдердің бұл жақтан ұпай түгел болғанмен, бізде осы жағынан ғалымдарға кішкене кедергі болды пандемияның әсерінен. Бірақ соның өзінде де уақытын күтіп, мүмкін 2 апталап, 1 айлап уақытын күтіп кіруге болады. Қазір архивтердің басқа да осындай мекемелердің есігі ашық, бірақ жаңағы белгілі бір шарттарды, белгілі бір ережелерді сақтап кіріп, жаңағы ізденемін деген адамға, ғалымға барлық мүмкіндік бізде жасалған. Рахмет, сізге көп рахмет. Біраз сіздерден жақсы мәліметтер алдық. Жаңағы сіздің фотоларыңыз көрсеткен, 7 фото көрсеттіңіз. Солардың бәрі де бізде Алаш электронды кітапханасында Әлихан Бөкейхановқа қатысты фото құжаттар бөлімі бар. Сонда сіз көрсеткен суреттердің бірде-біреуі бізде жоқ екен, соны көріп отырмыз. Енді сізбен әрі қарай да біз байланыста болып, сол фотомен біз өзіміздің электронды кітапханамызды толықтырамыз қорын деген үміттеміз. Сізбен байланыста боламыз. Көп рахмет. Жаңа мен ғалым емеспін деп жатырсыз. Енді зерттеу жұмысының бас аяғында жүр екенсіз. Әрі қарай сізге шығармашылық табыс тілеймін.
жаңағы өзіңіз айтып отырған ағаларымыз сияқты сондай ғалымдық жолға түсуіңізге тілектеспін. Өйткені сіз сол салаға жақын жүрген адамсыз. Көп рахмет. Алла разы болсын, көп рахмет. Сіздердің электронды каталогтарыңызды мен қарап отырамын міндетті түрде. Мына бейне лекцияларыңызды да тамашалап шықтым. Оның алдында алашқа қатысты, алаш ғылымына қатысты дүниелер керек болған кезде сіздердің каталогтарыңызды іздеймін. Әлде де дамыту керек. Жаңағы суреттерді мен Алла қаласа сізге жіберемін. Жаңағы сапалы суреттерді қуана қабылдаймыз. Салып қойыңыздар барша халыққа, тек ғалымдарға, тарихшыларға емес, жалпы халыққа да жете берсін. Өйткені Әлихан атамыз ол барша қазақтың бір бетке ұстар тұлғасы, үлкен зиялы тұлғасы. Сондықтан осы кісінің жолымен, солардың аңсаған жолымен бәрімізге жүруді Алла нәсіп етсін. Жалпы біз абайда алаштанушы ғалымдарымызға айтып отырамыз. Біздің каталогымызды көріңіздер электронды. Қандай ой пікірлеріңіз болады, айтыңыздар, не көргілеріңіз келеді, сырт көз деген сияқты, қолдарыңыздағы материалды бер деген сияқты айтып отырамыз. Соңғы кезде біздің қорымыз біраз мәліметтермен толығып келеді. Енді өзімізде жұмыс жасап жатырмыз, ана отбасы туралы, ол кісілердің жұбайлары, ұрпақтары туралы материалдарды іздеп, қазір толықтыру үстіндеміз. Сондықтан да сізге көп рахмет. Әлде де біз сізбен шығармашылық байланыста боламыз. Уақытыңызды бөліп, бүгінгі эфирімізге келгеніңізге алғысымызды білдіреміз тағы да. Көріскенше күн жақсы, амандықта жүздесейік өзіңізбен. Жақсы, сау болыңыз, көп рахмет, аман болыңыздар. Бәріңізге шығармашылық табыс тілеймін. Жақсы, құрметті әріптестер, қатысып отырған. Бүгін біраз біз Серпілдан біраз көп ақпарат алдық. Сондықтан да көп рахмет қатысқандарыңызға. Келесі сәрсенбіде жүздескенше аман болайық. Рахмет.